Қазақтың әрбір сөзі рас қой, енді қазақта ырыс жұғысады деп жатады. Жұғысты болсын жақсылығыңыз деп ниеттеніп, пәтеріңізді сатаспа, мен алайын деген сияқты дүниелер жазып жатыр екенсіздер. Енді пәтер алмай қойыңыздар, енді басқа бір нәрсе берейін жұғысты болсын деп, енді қатты қалап тұрсаңыз. Ол пәтер сатылмайды, себебі ол пәтер залогта. Кейбір оттаған адамдардың оттағандай халықтың ақшасына қалтамызды томпайтып алып, оны қайда жұмсарымызды білмей, аузымыздан айранымыз ағып отқан жоқ. Әйтеуір бар дүниемізді залогқа қойып, ақша алып шығарып, оны ай сайын төлеп, ол алған ақшаны айналымға салып, солай әйтеуір бір тиынымызды екі тиын қылып жатқан жайымыз бар. Оны енді біз бір компанияға арендаға береміз, ай сайын жаңағы өз кредитін, өз залогын өз жауып тұратындай. Пәтерге де жеке кісілерге берген жоқпыз. Сол компаниямен келісіп қойдық. Мен айттым ғой, финансовый грамотный адаммын деп. Рум-тур жасамайым, қалқым. Счастье любить тишину деп, ойбу, бұл үйдің сыртын көрсеткен кезде кейбіреулер көтендерінен палашып, ойбай 1 миллиардтың үй екен, ойбай 1,5 миллиардтың үй екен деп іштеріне пышақ айналмай қалған жоқ па? Неше түрліні жазып, неше түрліні айтып, ақкөңіл байқұс бір жердің соры деп, мен ақкөңілденіп өзімше жұғысты болсын әйтеуір деп, өзімнен талай жылдан бері армандап жүрген дүние болған кейін, қол жеткеннен кейін жаңағы жасыру деген ештеңе жоқ қой, тығу пұғу деген құрып кетсін. Ешкімнен ұрлап алған жоқпын, ешкімнен тартып алған жоқпын деп. Бәрін бүйтіп сыртын көрсеткеннің өзінде ойбай деп шулаған жоқсыздар ма? А зачем маған олай? Әркімнің сөзіне қалып. Рум-тур жасамай-ақ тыныш отыра берейінші, пожалуйста. Одан налоговыйға арыз жазып, ойбай ырыспала Икеранбай 1 миллиардтың үйін апты деп. Сөйтіп налоговый тексеріп, сіздің атыңызға жазылған дүние мүлік, сіз көрсеткен табысқа, сіз төлеген салыққа толықтай сәйкес деп шығарып саған айналайындар. Содан кейін 1 миллиард деген үй қайдан шыққан информация, бұл сіздің атыңызда ондай дүние мүлік жоқ қой дейді да. Мен айтам, ой, бұл айналайын-ау. Қазір деген сүрініп кетсең құладың, осырып қойсаң тіштің дейтін заман ғой деймін да. Ой Алла, адамдарға дауа жоқ кәдімгідей. Алла ниетке береді, пейілге береді. Солай әркімнің артын шығып отыра берсең, жүресің сол әркімнің артында. Жүре берсін. Кімнің қуанышына қуансаң, дәл сондай қуаныш саған да жұғысты болады. Иттің ішіне сармай жақпайды деген сөз біздің үйдің балдарына арналған ғой. Мына жерде қолдың жұмыртқасына әдемілеп жайылған қолдың қамыры тұр, жұп-жұқа болып. Соны жемей, былай макарон жейді ғой. Макарон бармақ, бешбармақ емес. Палуандар, үйдің ремонты бітіп. 20 ай жүріп, мына үйге бауыр басып қалғандар. Нұрлыхан, Мансый түрін көрсетіп жібер. Мансый. Мына жақта Орекең, Олжекең. Езулер екі құлағында үйлеріне қайтайын деп жатыр. Біреу келіншегінің қасына, біреу мамасының қасына. Жиен ешқайда жібермеймін, алып қалам қасыма. Ал бізге ас болсын.
Qanday kuchli. Rinat. Endi udalanın atı kim etti ağıda? Atın kim senin? Tağıda ikinci atın var mı senin? Tom Tom. Tom. Üçüncü atın var mı? Sucu. Senin atın ol şop deb atır koy. Sen bizge taqpak aytıp ber. Жаңа жылдың ертеңіне осы күшті, иә? Дастархан толып тұрады да. Ас болсын, балалар. Рахмет. Біз таңға дейін жүрдік. Сонымен енді тұрып жатырмыз, сенесіздер ме? Күннің көзін көрмейтін болдық қой. Şişe çağrı tattık çağrı. Вау! Вау, күштісін-ай. Ал, жаңа жыл жақсылығымен келсін баршаларыңызға. Жаңа жылда барлықтарыңыздың ойға алған армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындалып, жаңа жылдың әрбір күні, әрбір айы сәттілікке толы болсын. Сөйлей алмай қалдым ғой. Я, брат, я. Я, братан, еркекте әр нәрсенің екеуден болғаны жақсы ғой. Біреу шаршап қалса, екіншісі апаса тұрады дегендей. Сау болшы бір әйтеуір көп бол дейді ғой. Чувствовался, я, братан, давай. Еркекті бәрін еге болған дейсіз ғой. Езуің жүріп кетпесін, түсіндің ба? Армандама ақтоқты қыстың күні көкшөпті деген сорлау. Мен неме тақияңа тәргеп жүрмін ба сенің? Әлде менің атын арып, тоның тозып қапты ма? 4 баласы бар демесең, шапсақ әлі тұмарымыз? Ойбай, не оқып қалды? Не болып қалды? Бәйбіше құдайдың бұйрығы, тоқал иттің құйрығы деген. Сені бір ет алған жоқ па? Екі жағыңнан екі ет алған жақсы ма? Жаман қатын алғанның жау үйінде, екі қатын алғанның дау үйінде деген түсіндің ба? Өбеге сабан ба, шөп ба, әйтеуір көп. Неме көбеймей атсың ба? Қат түбіндегі алтын кездікпен әлде тұқым жорып баратқан динозаврдың соңғы тұяғы ма едім? Қатын, менің аузымнан тоқал емес, т деген әріп шықты ма? Машина жайлы айтып жатыр мен, машина жайлы. Қанның жарлығынан қатының жарлығы күшті деген. Сат екінші машинаңды. Ой, бля. Илка, тез бергіш, тез. Сен тез жасашы. Elka, бергіш тез. Пұрт березіш. Әне тұр, әне. Рахмет. Ama şişiniz. Elka.